Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін 7 қыркүйек математика сабағының 5 сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз негізі жаңа тарауға өтеміз, бірақ та жаңа тарауға өтпес бұрын сіздерге өткен алдыңғы сабақтағы оқу тапсырмасын қалай шығару керектігін үйретіп жіберейін. Мен өз тәсілім сондай, өткен сабақтағы үй тапсырмасын сіздерге түсіндірместен жаңа сабақты бастай алмаймыз. Өйткені оқушы білу керек не нәрсені қалай шығару керектігін. Так, сұрақ мынандай еді. Эбонит пластмассасының 60% каучук, қалғаны күкірт. 320 грамм эбониттің құрамында каучук күкірттен неше грамм артық? Мен өткенде былай түсіндірген едім. 320 граммның 60%-ын тауып алу керек. 60-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда бір үшбұрыш деген сан шығады. Сосын деп айтқан едім. Мынаны көбейтейік. 320 көбейту 60 бөлінген 100. 192. Сонда 320 грамм эбониттің 192 граммы не болды? Каучук болды. Каучук. Так, енді нені тапу керек? Күкіртті табу керек. 320 грамм эбониттегі 192 грамм каучукты алып тастасам, яғни 320 азайту 192 десем, күкірт қалмай ма, я? 320 азайту 192. 128 грамм не болды? 128 грамм күкірт болды. Түсіндік па? Так, смышка. Істемей тұр. Күкірт. Енді бізге не? Каучук күкірттен неше грамм артық? Каучугымыз 192. Күкіртіміз 128. Екеуін азайтам бір-бірінен. Сонда каучук күкірттен қанша артық екен шығады? 64. Сонда жауабы дейсіздер мына жерге толық. Жауабы 2 нүкте қоямыз. Каучук күкірттен 64 грамм артық деп жазамыз. Түсінікті ма? Осылай жазасыздар, мына нәрсе тұру керек еді. Кейбір оқушылар орындаған, кейбіреулер орындаған жоқ. Бірақ та конспект жаңылдегі не бар, тақырып туралы қысқаша түсініктемелерін жазған оқушылар да бар. Есептер, мен шығарған есептер жазған, көшіріп шыққан оқушылар да бар. Оларға енді сәйкесінше бағаларын қойдым. 0 қойған жоқ, мен прям 7, 8, 6 қойдым да. Ал үй тапсырмасын орындаған, оларды орындаған оқушылардың барлығына 10 балдан қойып шықтым. Бүгінгі жаңа тарау тақырып қатынастар. Тақырып туралы бірінші қатынас не екенін біліп алайық. Екі санның бөліндісі сол сандардың қатынасы деп аталады екен. Жаттап алайық. Екі сан, екі әртүрлі сан бөліндісі, екі санның бөліндісі сол сандардың қатынасы деп аталады екен. Ол қалай? Ол былай. Екі санның қатынасын әріптермен жазатын болсақ, жалпылама түрде әріптермен жазайық. А бөлінген Б немесе А бөлшек сызығы Б деп жазсақ та болады. Мысалға 3 бөлінген 4. 3 бөлінген 4 те қатынас болып есептелінеді, немесе бұлай жазсақ болады. 3, 4. Мынау да екеуі бір-біріне тең, әрі екеуі де қатынастар. Оқылуы А санының Б санына қатынасы, немесе 3 санының 4 санына қатынасы. А-ның Б-ға қатынасы, 3-тің 4-ке қатынасы десек те болады. 3-тің 4-ке қатынасы, 3 санының 4 санына қатынасы десек те болады. 3-ке 4-ке қатынасы, 3-тен 4-ке деп айтпаймыз. Бірінші ның, дың, тың жалғанады. 3-тің 10 болса 10-ның, 22 болса 22-ның, сосын барыс типтік жалғанады. 4-ке, 5-ке, 10-ға, 20-ға деген, тің-ге. Мына жерде тұр. 3-тің 4-ке қатынасы. Бұл жердегі А деген санымыз дейді. Жалпылама түрдегісі, мен қазір сіздерге көрсетіп жатқан мысалым. Жалпылама түрде бірінші тұрғаны алдыңғы мүшесі болады, А саны. Ал Б қатынастың, осы қатынастың соңғы мүшесі болады. Мынаны негізі қатынас деп атаймыз. Мынау алдыңғы мүшесі, ал мынау соңғы мүшесі. Соңында тұрған соңғы мүшесі.
Былай тұрған кезде алымындағы төбесіндегі алдыңғы мүшесі болады. Мынау алдыңғы мүшесі болады. Алдыңғы мүшесі. Алымы алдыңғы мүшесі, бөлімі соңғы мүшесі болады. Егер де қатынас бөлшек түрінде берілетін болса осылай, былайша берілсе де, қатынас өзі екі түрде беріледі. Былай да, былай да. Мысалға 24 бөлінген 8. 24 алдыңғы мүшесі, 8 соңғы мүшесі. Оқылуы 24 және 8 сандарының қатынасы, немесе 24 санының 8 санына қатынасы десек те болады. Әйтпесе 24-тің 8-ге қатынасы деп оқысақ та болады екен. Түсінікті ма? Түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап берейік. 14-тің 7-ге немесе 14-тің 7-ге, мысалы 14 санының 7-ге немесе 14-тің 7-ге қатынасының мағынасы қандай? Өзіміз білеміз, 14-ті 7-ге бөлсек не болады? 14-ті 7-ге бөлсек 2 шығады, иә? Сонда 14 саны 7-ден 2 есе үлкен. Мағынасы сондай. 14 саны алдыңғы мүшесі соңғы мүшесінен 2 есе үлкен. Осылай жазылады. Екіншісін оқиық. 7 бөлінген 14 немесе 7-нің 14-ке қатынасы. Мағынасы қандай? 7-ні 14-ке бөлсек, 0,5 шығады. Немесе бұны 2-ден 1 деп алсақ та болады. Сонда не дегені? Алдыңғы мүшесі соңғы мүшесінен 2-ден 1-дей. Алдыңғы мүшесі соңғы мүшесінің 2-ден 1-дей деп айтылады екен. Мағынасы осылай айтылады екен. Келесі неге өтейік? Егер берілген қатынастың алдыңғы мүшесі соңғы мүше етіп, ал соңғы мүшесін алдыңғы мүше етіп дейді. Бұлай ғой, мысалға, мен бәңгілді жаздым ғой. Мына 3-тің 4-ке қатынасын 4-тің 3-ке қатынасы деп жазып қойсақ дейді. Мына екеуі бір-біріне кері қатынас дейді. Мына екеуі кері қатынастар. Бұлай. Нүктелі үтір. Кері қатынастар. Кері қатынас. Кері қатынас деген түсіндік қой. Егер берілген қатынастың алдыңғы мүшесін соңғы мүше етіп, алдыңғы мүшесін соңғы мүше етіп, ал соңғы мүшесін алдыңғы мүше етіп, орындарын ауыстырып жазсақ, орындарын ауыстырып жаздық, онда берілген қатынасқа кері қатынас пайда болады дейді. Мынау қатынас берілген еді, мынаған кері болды. Жалпылама түрде А-ның Б-ға қатынасы мен Б-ның А-ға қатынасы өзара кері қатынастар дейді. Өзара кері қатынастар, иә? Мысалы, 2-ден 3 қатынасы мен 3-ден 2 қатынасы өзара кері қатынастар. Тура осындай, 2-ден 3-ті, 3-ті астына, 2-ні үстіне жазды, екеуі бір-біріне кері қатынастар шығады екен. Түсіндік па осы жерге дейін? Біраз нәрсе түсініп тастадық, иә? Енді оқулықпен жұмыс жасап көрейік. Қатынастарды оқыңдар дейді. Қалай оқимыз? 9-дың 2-ге қатынасы. 7-нің 4-ке қатынасы. 7-нің 4-ке қатынасы. 10-ның 3-ке қатынасы. 10-ның 3-ке қатынасы. 15-тің 18-ге қатынасы. 15-тің 18-ге қатынасы. 2,3-тен 1-дің 5-ке қатынасы. 2,3-тен 1-дің 5-ке қатынасы. Қатынастарды оқыдық. Енді қатынастарды жазыңдар дейді. 8-дің 5-ке. 8-дің 5-ке қатынасы. 15-тің 7-ге. 15-тің 7-ге. 0,6-ның 2-ге. 0,6-ның 2-ге. 1,4-тің 7-ге. Бұлай жасақ та болады. 1,4-тің 7-ге. Бұл да қате емес. Бөлшектерінде жасақ та қате емес. 0,25-тің 5-ге. 0,25-тің 5-ге. 0,8-дің 0,5-ге. 0,8-дің 0,5-ге. Қатынастарды жазып шықтық, иә? Бұлай жазсаңыздар да болады мыналарды. Әйтпесе барлығын бөлімді түрінде жазып шықсаңыздар да болады. Алдыңғы мүшесі мен соңғы мүшесінің орнын ауыстырып қойып жүрмеңіздер. Келесі оқулықпен жұмыс 4-ші есеп. Қатынасты қысқарту арқылы оған тең қатынасты табыңдар дейді. Қатынастар берілген, иә? 8 қатынас, осыларды қысқарту керек. Қысқарту деген не екен білесіздер? Өткен жылы 5-ші класста өткенбіз. 24 пен 15 қандай санға бөлінеді? 3-ке бөлінеді, иә?
24-ті 3-ке бөлсек 8. 15-ті де 3-ке бөлсек 5. Міне, қатынасты қысқарттық. 24-тің 15-ке қатынасы 8-дің 5-ке қатынасына тең. Айтпақшы, бір нәрсені ұмытып кетіппін. 24-тің 15-ке қатынасы мен 8-дің 5-ке қатынасы тең қатынастар деп айтылады. Тең қатынастар. Мысалға, бірдей санға көбейтсек те, бірдей санға бөлсек те болады негіз қатынастың алымы мен бөлімінде. Алдыңғы мүшесі мен соңғы мүшесін бірдей санға көбейтсек те, бөлсек те болады. Бөлген кезде де, көбейткен кезде де тең қатынастар пайда болады екен. 21 мен 49 7-ге бөлінеді. 21-ді 7-ге бөлсем 3 болады. 49-ды 7-ге бөлсем 7 болады, я? Яғни 21-дің 49-ға қатынасы 3-тің 7-ге қатынасына тең қатынас. Немесе тең десек те болады. 99 мен 12 3-ке бөлінеді. 4 болады мына жер. Мына жер 33 болады. Сондай ма? Сонда 99-дің 12-ге қатынасы 33-дің 4-ке қатынасына тең. Бірдей 3 деген санға қысқартып жатырмын, бөліп жатырмын. Қалғандарды осылай есептеуге болады. Оны енді жаман параққа өздеріңіз осылай есептеп көре бересіздер. Уақытымыз тапшы. 5-ші есепке өте берейік. Қатынасқа кері қатынасты жазыңдар деді. Енді бұл ең оңайы. 7-дің 5-ке қатынасы және 5-тің екеуін орнына ауыстырам. 5-тің 7-ге қатынасы кері қатынас. Кері қатынас. Осылай жазамыз дәптерге. Қалғандарының барлығын осылай жазамыз. 8-ден 3-тің 8-ге қатынасы және 8-дің 3-ге қатынасы кері қатынас. КQ деп қояйын бас әріптерін. 9-дің 4-ке қатынасы мен 4-тің 9-ға қатынасы. 11-дің 8-ге қатынасы мен 8-дің 11-ге қатынасы бір-біріне кері қатынастар. Кері қатынасты жаңылды түсіндірдім, я? Естеріңде ғой, я? Мынандай еді, кері қатынастар екеуінің орнын ауыстырып қоятын едік. Так, сонда бізде не болды? Қалғандарды орындап шыға аламыз. 36-ның 13-ке қатынасы мен 13-тің 36-ға қатынасы бір-біріне қандай қатынастар? Кері қатынастар. Сонымен үй тапсырмасы, оқу тапсырмасы сіздерге бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жазу керек. Мысалға, ол 5-тен 3 пен 7-ден 6-ны кітапта көрсетіп қойған екі тәсілмен. 14-ші тапсырма болады. Оқу тапсырмасы. Мен біріншісін шығарып көрсетем. Қалған 2-ні, 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ны өздеріңіз шығарасыздар. Мен біріншісін қазір шығарып көрсетем. Қалай шығарамыз? Бірінші жазып аламыз. 5-тен 2 бөлінген 3-тен 1. Ең бірінші болып жаман параққа жақсылап жазып, шимайлап алыңыздар. Міндетті түрде дәптерге жазып жүрмеңіздер, я? Бірінші болып жаман параққа жазып аламыз, жақсылап. 5-тен 2 мен 3-тен 1 тең. Біріншісін осы күй жазамын. 5-тен 2. Бірінші қатынасты осы күй жазамын. Бөлудің орнына көбейту деймін. 3-тен 1 деген қатынас, кейінгісінің қатынасын кері қатынас жазамын. 3-тен 1-ге кері қатынас не болды? 1-ден 3 болады, я? 1-дің 3-ке қатынасы, 3-тің 1-ге қатынасына кері қатынас. Мына бөлуді көбейтуге ауыстырдым. Кейінгісін кері қатынасын жаздым. Сосын төбедегілерін төбеге, алымындағылар 2 мен 3-ті алдыңғы мүшелерін бір-біріне көбейтемін. 2-ні 3-ге көбейтсем 6. Не үшін көбейтіп жатырмын? Өйткені арасында мен көбейту деп жаздым, я? 5-ті 1-ге көбейтемін, 5. 6-ның 5-ге қатынасын бұлай жасақта болатын еді. Басында үйреткем. Мына екеуі бір-біріне тең. 6-ның 5-ге қатынасы. Міне, біз бөлшек түрінде берілген қатынасты натурал сандардың қатынасы түрінде жаздық. Натурал сан дегенді білеміз, санауда пайдаланатын сандар еді. Түсінікті ма? Не істедім бірінші? Көшірдім берілгенін. Сіздер мынаны көшіресіздер. Сосын бірінші қатынасты жаздым 5-тен 2 деп. Көбейту дедім. Да, екінші қатынасқа кері қатынасты жаздым. 1-дің 3-ге қатынас ет, 3-тің 1-ге қатынас деп жаздым. Алдыңғы мүшелерін көбейттім, 2-ні 3-ге, 6 дедім. Соңғы мүшелерін бір-біріне көбейттім. Ал 6-ның 5-ге қатынас шықты, оны былай бөлім түрінде жазып қойдым. Түсінікті ма? Енді сіздер қиналасыздар қай жерде? Аралас бөлшек берген кезде. Мына жерде.
аралас бөлшек берілген кезде бұрыш бөлшекке айналдырып аламыз. Мысалға 3,9-дан 2 деген аралас сан мен 7-ден 4 деген сандардың қатынасын табу керек. 4-тің 7-ге қатынасын. Бірінші мен тең деймін. Мынаны жазып алдым ғой. Мына 3,9-дан 2-ні 9-ды жазамын өз күйінше. 9-ды 3-ке көбейтемін 27. 27-ге 2-ні қосамын 29. Бөлудің орнына көбейту деймін. 4-тің 7-ге қатынасына кері қатынас. 7-нің 4-ке қатынас. Міне, енді 9-ды 4-ке көбейтемін, 29-ды 7-ге көбейтемін, осылай жазатын боламын. Түсінікті ма? Осы жерлерде мынандай аралас бөлшектерінде берілген кезде бұрыс бөлшекке айналдырып алады екенбіз. Осылай оқу тапсырмасы осы. 6-шы А сыныбының оқушылары осыны орындайсыздар. 2-ні, 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ны. Орындап жіберсеңіздер жеткілікті. Бірақ бүгінгі күн атын 7-ші қыркүйек жазып қоясыздар. Қатынастар дейсіздер. Екі санның бөліндісі сол қатынастардың, сол сандардың қатынасы деп көкпен берілген жазасыздар. Сосын оның астына егерде сіздерге қызық болса, мына есептердің жазып қойсаңыздар болады. Оқулықпен жұмыс кезіндегілер жазып қойсаңыздар болады. Мыналар жаман параққа орындайсыздар өздеріңіз. Осылай. Енді мына оқу тапсырмасы ретінде мынаны бердім. Бұл міндетті түрде жазылу керек. 2, 3, 4, 5, 6 міндетті түрде жазылып тұру керек. Бал қоятын боламын. Түсінікті ғой. Үлгіде 2 тәсіл берілген. Бұл тәсілдерді көрсеңіздер де болады, көрмесеңіздер де болады. Негізі мына менің айтқан тәсілім өте оңай тәсіл. Осымен шығарыңыздар. Осылай айшар ағайларыңыз болады. Сіздерге сабақ үйретіп жатқан лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видеоны поделиться етіп, топтарға, өзіңіздің класстастарыңызға жіберіңіздер. Өйткені олар да түсінсін сіз секілді, олар да есептердің қалай шығару керектігін білсін. Солай. Қаншалықты көп адам жинаған сайын, соншалықты біздің сабақтарымыз қызықты болады. Мен өзім жоспарлап жатырмын. Келесі сабақтарды стрим түрінде, прямой эфир түрінде сіздердің комментарияларыңызды оқып, жауап беріп, сөйтеміз ба деп ойлап жатырмын енді. Бірақ та әлі оған уақыт бар, адамымыз аз. Бір 20 мың адам болсын, сол кезде бастайтын боламыз. Жақсы, қош, сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі сабаққа дейін. Жақсы.